Өмір психологиясы каналыма қош келдіңіз. Психологтың пікірі. Мұңайып отырып, бақытты күтудің қажеті жоқ. Өмір сүру және қуанышқа кенелу үшін екі-ақ нәрсе қажет. Біріншісі – өмір сүру, екіншісі – қуану. Афоризм тамаша, шындық қарапайым, бірақ оны орындау мүмкін бе? Бірде мен күн сайын қуанышқа бөлене алмайтынымды байқадым. Мен ашулы, көңілсіз адаммын деп айта алмаймын. Жоқ, мен көңілді күліп жүретін адаммын. Шын мәнінде тереңде бір жерде. Мен кенеттен өзімді байсалды және көңілсіз болып көрінетін масканы киіп жүргенімді түсіндім. Тіпті жанымда жылылық пен тыныштық болған кезде. Бұл маска қашан маған жабысты? Енді оны қалай шешемін? Сөйтіп мен қуаныш күнделігін жүргізуді бастадым. Күнделікті қалай дұрыс жүргізу керек? Бұл қиын емес. Егер сізде өз қуанышыңызды қайтарғыңыз келсе, ал ол шынымен қайтарылады, психологтың пікірін қараңыз. Осы қадамдар сізге көп нәрсені түсіндіреді. Ескі тозған дәптер күнделікке жарамайды. Сондықтан алдымен дүкенге барып, өзіңізге сыйлық жасаңыз, өте ұнайтын жаңасын таңдаңыз. Сол қағида бойынша қаламда сатып алыңыз. Күн бойы сізге қуаныш әкелгеннің бәрін қадағалаңыз. Күннің сәулесі, сізге күлімсіреу, дүкенде жасалған жеңілдік, жылдық есепті сәтті тапсыру, таразыда -1,5 келі көру. Күнделікті қарбаласта осы қуаныштарды байқап көріңіз. Оларды дереу күнделікке жазыңыз. Егер бірден жаза алмасаңыз, кешке жазыңыз. Бірақ міндетті түрде қалам мен дәптерді алыңыз. Қуанышты ойша атап өту есепке алынбайды. Күнделікті әр күн сайын жүргізу керек. Жаңа әдетке айналдырыңыз. Сондықтан күнделікті кем дегенде 40 күн жүргізіңіз. Егер бұл ұнаса, жалғастырыңыз. Неғұрлым ұзақ болса, соғұрлым жақсы. Алғашқы күндері бос әурешілік, балабақша, шынымен уақытым жоқ, шынымен бұл жұмыс істей ме деген сияқты ойлар туындауы мүмкін. Жұмыс істейді. Жай ғана жаза беріңіз. 40-шы күн келгенде мен тоқтай алмадым. Нәтижесінде 3 ай бойы күнделік жүргіздім. Әр күннен қуаныш іздеп, оны таңертеңнен бастап ойымда ұстадым. Ал ол бола берді. Оның үстіне көбейіп күлімсіреулер де артты. Кеше ғана кішкентай бір қуанышты байқаған болсам, бүгін бірден 3 үлкен қуаныш бар. Ешкім мені Канар аралдарына шақырған жоқ. Панакота, клейги, қант, желатин және ванильден жасалған десерт ұсынған жоқ. Жапырақтар сарғая бастады, қуаныш. Сүйікті кітабымның бір тарауын оқыдым, қуаныш. Газетке мақала тапсырдым, жалпы керемет. Жаңа таныстықтар. Қарым-қатынас. Күлкі. Мен қазірдің өзінде бақытты оқиғаларды өзіме тартатындай көріндім. Сонымен қатар, мен күн сайын күнделігіме, өміріме алғаш рет кірген барлық жаңалықтарды жазып отырдым. Менің көптеген істерді автоматты түрде жасайтыным анықталды. Жұмысқа тек бір жолмен барамын. Шамамен бірдей өнімдер жинағын сатып аламын. Содан басталды. Бірінші рет төсекте көлденеңнен ұйықтап көрдім. Бұл бала кезімдегідей көңілді болды. Көбірек серуендеп, көлікпен жаңа маршруттар бойынша жиі жүруге тырыстым, өзім мақтаныш сезімге бөлендім. Демалыс күндері баламен бірге күндізгі ұйқыны тоқтатып, күлкілі мультфильм көріп, кейін пицца пісірдік, нағыз мереке. Ақырында сол панакотаны көрдім. Тағы да басқа жаңалықтар, алғашқы қуыршағымды жасап шықтым. Бала психологиясы бойынша семинарға қатыстым. Картина салуды бастадым. Бәрін тізіп шығу мүмкін емес. Мен өз қуанышымды таптым, бұл нағыз ләззат. Тыңдағаныңыз үшін рахмет. Қазақша каналды қолдап тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.